Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар, сіздермен бірге мақсат, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі тақырып МПФ мәселесіне байланысты соңғы кездер қандай өзгеріс болды. Яғни отбасы банкінің депозитін аударуға рұқсат берді, мақсаттар бойынша өзгерістер болды, соның бәрін талқылайтын боламыз. Үлкен өтініш, мен YouTube каналыма подписаться басып қойсаңыздар, ол мен үшін қосымша керемет мотивацияның бірі болатын еді. Енді тақырыпты бастайық. Мақсаттар бойынша бірінші бастаймыз. Жер телімі полный выкуп. Бұрынғы алдыңғы ережелерге сәйкес, егер де сіз жер телімін алатын болсаңыз, онда міндетті түрде құрылыс компаниясын, мердігер компания жалдай отыра 24 айдың ішінде соғуыңыз қажет болатын. Өзіңіз соға алмайтынсыз. Енді жаңа заңнамаларға, ережелерге сәйкес өзіңіз жер телімін сатып аласыз. 24 айдың ішінде сол жерден үй тұрғызасыз, мақсатты келіп растайсыз, болғаны. Бұрынғыдай құрылыс компаниясын жалдап жүрудің қажеттілігі жоқ. Екіншісі, арендный жилье, договор о стройке дейді. Бұл мәселе бойынша көптеген оқырмандар маған жазды. Мақсат мырза, менде жилфондта арендный жилье с правом выкупа бар. Енді соны бірыңғай жинақтау зейнетақы қорындағы артық ақшамен төлейін десем, тек қана полное погашение деп отыр. Полное погашение ақша жетпейді. Частично жартылай болсын төлеуге рұқсат етіңіздерші дейтін. Мен айтатым, айып етпеңіздер, правиламен ондай қарастырылмаған деп. Енді осы сәтте ескерді, енді арендный жилье, договор о стройке сіздер полное погашениеден бөлек частично жартылай жапсаңыздар болғаны. Үшінші мәселе, мынаны жақсылап тыңдап алыңыздар. Алдыңғы ережелер бойынша біз тек қана өзіміздің жақын туыстарымыздан бірыңғай жинақтау зейнетақы қорында ақшаны қолдана отыра үй сатып ала алмайтынбыз. Жақын туыстар деген кім? Яғни әйеліңіз, бала шағаңыз, асырап алынғандар, ата-анаңыз, ата-әжеңіз болды. Яғни сіздің жақын туыстарыңыз осы етін. Тағы да айта кетемін. Сіздің бала шағаңыз, өзіңіз, асырап алғандарыңыз, туған бауырларыңыз, әке-шешеңіз, ата-әжеңіз болды. Енді дәл әйеліңіздің немесе күйеуіңіздің де жақын туыстарынан бірыңғай жинақтау зейнетақы қорындағы шектік сомадан асқан ақшаны қолдана отыра сіздер үй сатып ала алмайсыздар. Дәл осындай өзгерістер енгізілді. Депозит бойынша. Енді айтты ғой бағанағыдай, ЕПВ мәселесі осы ақшаны аударуға болады деді депозитке. Ол жөнінде нұсқаулық мен сіздерге салып қойдым. Депозитті аудару үшін, ең бірінші ақшаны депозитке аудару үшін әрине отбасы банкынан сізге депозит ашып алу қажет. Үшінші, 3 жылдың ішінде аралық займ, тұрғын үй займ, алдын ала займ ретінде қолдану қажет. Ол бағанағыдай түскен ақшаға 20% мемлекет тарапынан сыйлықақы, 2% банк тарапынан сыйақы жүретін болады. Және де бағанағыдай айттым ғой, ЕПВ ақшасы тұрған шот, ЕПВ ақшасы, арест, ПТП бәрінен қорғалған. Яғни мысалға, сіздің шотыңызда бірыңғай жинақтау зейнетақы қорынан келген 600 мың теңге тұрса, ол қандай да бір аресттардан қорғалған. Қосымша айта кететін жайт, расторжение, уступка, объединение болатын болса, дәл сол бағана ЕПВ ақшасы бар. Оны 3 күн ішінде ақша әрмен бірыңғай жинақтау зейнетақы қорына қайтып кетіп қалатын болады. Оны сатуға болмайды. Яғни сіз қазір өзіңіз ақшаны аударып алдыңыз, оны сатып жергіңіз келсе, оны сата алмайсыз. Айтып отырмын ғой сіздерге, міндетті түрде 3 жылдың ішінде баспана мәселесін жақсартуға қолдану керек. Депозитке түсіргеннен кейін. Доверенностьпен де управлять ете алмайсыз ондай шотпен. Мысалы, сіздің өзіңіздің шотыңызға ЕПВ ақшасын түсіріп алдыңыз, оны доверенностьпен басқа біреудің атынан жазып, мәселені іс-әрекет ете бер дейін десеңіздер де болмайды. Олай заңнама ретінде запрет тұр. 45 күн еді, алдында толыққанды бағаны өтініп беріп қоямыз, 45 күн ішінде қолдансақ болғаны, енді оны 20 күнге азайтты. 20 жұмыс күн ішінде бірыңғай жинақтау зейнетақы қорынан алған ақшаны сіздер қолданып үлгерулеріңіз керек. Енді расторжение, уступка, объединение жөнінде қазір мына сұраққа жауап барысында мен сіздерге түсіндіріп өте кетемін. Уступка қай кезде жасаған дұрыс дейді. Көп жандар бағана мен өзім тікелей эфир өткізіп отырамын, одан банктың тікелей эфиріне шығамын, бүйтіп сұрақ қояды. Мақсат мырза, мен қазір шотыма бірыңғай жинақтау зейнетақы қорынан 2 миллион түсіріп алдым. Енді осыны әйеліме уступать ете аламын ба дейді. Ол да бөлек жинай берсінші, мүмкін болашақта ол да мен де баспана алып қалармыз дейді. Сосын мен айтамын, сіз дұрыс емес жасадыңыз. Уступканы о баста порталда жасау керек еді. Яғни сіз өзіңіздің бірыңғай жинақтау зейнетақы қорындағы ақшаңыздың шектік сомадан асқан ақшасын тек қана жақын туыстарыңызға бере аласыз ғой. Әйел сіздің жақын туысыңыз ғой. Сондықтан міне портал ғой, кірдіңіздер, сіз әйеліңізге уступка жасауыңыз керексіз. Мысалға сіздің шотыңызда миллион бар дейік, 500 мың әйеліңіз уступка жасадық, 500 мың өзіңіз, әйеліңіз одан кейін цель таңдайды да пополнение вклада деп өзінің депозитін толықтырады. А сіз мынаяқтан әшейін өзіңіздің собственные средства деп таңдайсыз да, пополнение вклада дейсіз да, өзіңізге 500 мыңды аудара саласыз. Мысалға. Енді 5 отбасы мүшесіне 500 мыңнан салып қойсам, кейін объединять ете аламын ба? Мына бағанағы семейный пакет тағы да басқа деген мәселеге байланысты көптеген жандар сұрап отыр. Мысалға мен қазір шотымда 3 миллиондай ақша бар, осы мен толықтай алып 5 отбасы мүшесіне шашып тастаймын да.
одан кейін госпремиясымен жинап алам ба дейді. Жоқ достар, өйтіп жасай алмайсыздар. Айттық қой, ЕПВ ақшасы бар шоттар бір-бірімен қосылмайды. Егер сіз біреуге беретін болсаңыз, бітті, ол күйіп кетеді. Күйіп кетеді деген кезде артқа қайтарылады да. Маған айттық қой, 3 күн ішінде бірыңғай жинақтау зейнетақы қорына қайтарылады деп. Өзіме 5 депозит ашып тастаймын, 5 депозит ашып тастаймын. Сөйтемін де 5-еуіне де ақша салып, 5-еуінен де госпремия аламын ба дейтін кісілер бар. Жоқ достар. Қарапайым тілде айтайыншы сіздерге түсінікті болу үшін. Бір иынға бір госпремия. Яғни сіз өзіңізге қаншама депозит ашып тастап, бәріне толтырып тастайтын болсаңыздар да, бір иынға бір госпремия. Менде депозит ЕПВ. Естіп отырсыздар ғой? Менде депозит ЕПВ. Жай депозит объединение жасай ала ма? Яғни міне. Сіздер отбасында мысалы 5-еусіздер дейік. Сіздің депозитіңізде ЕПВ бар. Бірыңғай зейнетақы қорынан. 2 миллиондай бар дейік. Енді сіздің 4 бауырыңыз сізге баспанаға әрекет жасау көмектеседі, өздерінің ЕПВ-сы жоқ депозиттарын уступать ете ала ма? Қалай ойлайсыздар? Иә, уступать ете алады. Ештеңке болмайды. Ол кісілер сіздің депозитіңізге қосса болады. Бірақ сіз өзіңіз бере алмайсыз да басқа адамдарға. Любой депозитке салса госпремия бола ма? Осы сәтті жақсылап қараңыздар, достар. Жақсылап осы сәтті қараңыздар. Потому что отбасы банкында, міне, сіз 10 депозит ашатын болсаңыздар, бәріне госпремия түсе бермейді. Былай таңдап фук деп. Онда емес. Признак госпремии деген депозит болады. ПГ деп жазылып тұрады. Ақша міндетті түрде госпремия аламын деп отырған ақша міндетті түрде сол депозитке түсу керек. Ол депозитке түспесе, сіздер госпремия алмай қаласыздар. Мысалға, сіздің 3 депозитіңіз бар. Признак мынада тұр. 3-шісінде тұр. Мына екеуінде признак жоқ болса, мына екеуіне 1 миллионнан салдыңыз, мына депозитке 100 мың салдыңыз дейік. Сіз мемлекет тарапынан берілетін максималды госпремияны аламайсыз. Шотыңызда мысалы қанша ақша болса да. Себебі сіздің признак госпремия мына шотта тұр. Мына шотта жарайды, ақша жеткілікті ақша жатыр да, госпремия қажеттіден асып тұр. Бірақ сіз өзіңізге қажетті максималды госпремияны аламайсыз. Сондықтан міндетті түрде шотты толықтыратын кезде қай шотта признак госпремия тұр, соны бақылап көріп алыңыздар. 3 жылдың ішінде қолданбаса не болады? Енді мейлінше қолданыңыздар, мейлінше бұйыртсын, мейлінше баспаналы болыңыздар, шынайы тілек. Бірақ енді 3 жылдың ішінде қолданбасаңыздар, онда 3 жыл өте сала келесі жұмыс күні сіздің шотыңызда ақша автоматты түрде бірыңғай жинақтау зейнетақы қорына қайтарылатын болады. Оларға қайтарылды, бірақ сіздің шотыңызда 2% мемлекет тарапынан беріледі, 20% мемлекет тарапынан берілетін сыйлықақы, 2% банк тарапынан беретін сыйақы қалады, өзіңізде қалады. Бұл әрине қуанатын жайт емес. Мейлінше баспанаға қолданып қалыңыздар. Мен тілекшімін. Басқа мақсатқа сұрақ қойып, не істеймін? Ештеңе кетпейді, изменить цель дейсіз, мысалы, получение ипотечного жилищного займа, немесе частичное погашение деп сұрақ қойдыңыздар ма? Изменить цель дейсіздер да, мақсатты өзгертіп, депозитті таңдап, тағы да айта кетемін, депозит таңдайтын кезде признак госпремия бар депозит таңдаймыз да, ақшаны аудара береміз. Қымбат достар, жалпы сіздерге пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын. Мақсаттар бойынша қандай өзгерістер болды? Депозит, қосымша, сұраққа жауап. Мынау ең дәл қазіргі таңда Қазақстан Республикасы бойынша туындап тұрған топ 7 сұрақ. Шынымды айтайыншы, мына сұрақтарға келер кезде мен ең топ деген сұрақтарды жинап алдым да, мен сіздерге осыны ашып бердім. Үлкен өтініш достар, осы жаңа жылға дейін YouTube каналымда 30 мың оқырманға жеткізсем деймін. Подписаться басып қойыңыз, группаларға таратып қойыңыз. Ішінде пайдалы ақпарат көп. Ішінде пайдалы ақпарат өте көп. Мүмкін қандай бір жанға бір пайдасы тиіп жатар, сізде өзіндік бір сауабын аларсыз. Достар, группаларға таратайықшы, үлкен өтініш. Ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Әр қазақстандық баспаналы болсын, мақсатпен мақсатқа.